Жолынап шыққан Толғанайдың анасын көршілері абысындары алдынан шығып, «Ау, келін құтты болсын, қызыңның салымы бар екен», бірі қызғанышпен айтса, бірі шын көңілмен айтып жатыр. Ашулы тұрған ана, «Ол оңбаған қыздың шашынан сүйреп алып келім» деп, қатулы қабақпен бәріне қарады. «Қой, ұят емес пе? Дырдай әкімнің құдағайы болып жатсың, бармайсың, жеңгелерін ғана жібер. Үлкендер жағыда, күйеуі де айтып жатыр». Олардың сөзін елемей, Долдана қызына келді. Бәріне ашулы жүзбен қарап, айқайлай ішке де кіріп, «Ей, қыз, шық үйден, үйленген сенің не теңің?» деп қызының бетінен шапалақпен тартып жіберді. Көрген жұрт, «Қарағым 2 жас, өз қалауларымен үйленді» деп жарыса айтып жатты. Сонда да анасы Толғанайды сүйрелеп жатқанда Мәулен ортаға түсіп, «Біз некесіз түнді өткізіп қойдық, енді Толғанай менің ғана жарым болуы тиіс» деп жалған айтты. Амалсыз келіскен ана ұяттан өртене үйден қалай шыққанын білмей қалды. Қызының осы отбасына емес, өздері секілді отбасының келіні болғанына қалап еді. Анасы үшін байлық емес, қызының бақытты болғаны еді. Оны түсініп жатқан ешкім жоқ. Бәрі сыртынан, кедейдің кербесінен сақтан деп осыған айтқандай. Өзінше бәлсініп қойылым қойғанын қарашы, жалғыз қыз тек сотта бардай. Гу-гу өсек ауыл ұзын құлақтарының ауыздары талғанша айтқан шығар. Мәуленнің әке-шешесі келінін жақтырмаса да амалсыз шыдап жүрді. Жас келін қолынан келгенше жүгіріп, қанша жағынса да жылы жүзбен қарамады. Мәулен екеуінің ғашықтық махаббаттары одан әрі лаулай түсіп, әлемдегі ең бақытты жұптар болып, күндер де өте берді. Оқуы да жақындап келеді. Мәулен әкесіне, «Пап, Толғанайды да бір оқуға түсірсең, бір қалада оқығымыз келеді». Мына сөзді естіген анасы, «Ах, оңбаған, біліп едім, саған ақшаға болады дегенін, сұмырай неме, қуын қарашы». «Мам, не деп тұрсың? Мен айтып тұрмын». Толғанай ештеңе демеді. Мына сөздерді естіп тұрған Толғанай намыстанып жылап жіберді. Мәулен, «Менің оқығым келмейді» деп бөлмесіне кіріп кетті. Мәуленнің әкесі, «Енді оқуда орын жоқ, келесі жылы көрерміз» деп жалған айта салды. Әйтпесе бір қоңырау шалса жетіп жатыр. Оқу да басталып, Мәулен сұлу келіншегімен оқуға келді. Әкесінің арнайы дайындап қойған пәтерінде емін-еркін тұрып жатты. 2 жастың бақытты өміріне кішкене сәби де қосылды. Жүкті келіншегіне көп көңіл бөлетін Мәуленнің қуанышында шек жоқ. Арада 10 жылда сулап өте шықты. Бұл уақытта Толғанай мен Мәуленнің қызы ұлы аралас 4 бала дүниеге келді. Ыстық махаббатпен басталған өмір Мәуленнің бастық болғаннан кейін өзгере бастады. Бұрынғы ғашықтық сезім де, сыйластық та бәрі ғайып болғандай. Үйдегі балаларының шуынан әйелінің толқысып кеткен мүсіннен жалыққан Мәулен жұмысындағы хатшы Лейламен әуей болғаны қашан. Толғанай сезіктеніп, ұрыс шығарғанда Мәулен, «Балаларыңды ал да үйден кет, сені ешкім ұстап тұрған жоқ», айқайлап айтқанда, Толғанайдың жүрегі сыздап қоя берді. Әлі де күйеуін өлердей сүйген әйел балаларын да әкесіз өсіргісі келмейді. Күйеуінің көңілдесін аңдып жүріп, талай ұрсып та, жалынып та жүрді. Бірақ Лейла некесіз әйел болып алды. Неше түрлі әдіспен енді Толғанай тұрып жатқан зәулім сарайда тұрамын деп талай Толғанайға хабарлама жазуда. Кейіпкер Толғанай, бұл Лейладан қалай құтылсам екен?